17-12 есеп шексіз кемелі геометриялық прогрессияның бірінші, үшінші және бесінші мүшелерінің көбейтіндісінің мәні 8-ге тең. Ал екінші және төртінші мүшелерінің қосындысының мәні минус 5-ге тең. Осы прогрессияның қосындысының мәнін табыңдар дейді. Так, яғни бізде B1 бірінші, үшінші және бесіншінің көбейтіндісі да. Так, B1, B3 және B5-тің көбейтіндісі 8-ге тең дейді. Және B2 мен B4-тің қосындысы минус 5-ге тең дейді. Так, бізге S-ті табу керек. S белгісіз деп қойық. Біз мына жерде B1-ді қалдырамыз да, B3-ті B1Q-дің квадраты дейік. B5-ті B1Q-дің 4 дәрежесі болады, тең болады 8 деп алайық. Ана B1Q плюс B1Q-дің кубы болады, B4 дегеніміз тең минус 5 деп алайық. Так, мына жерде бізде B1, 1, 2, 3 дәрежесі кубы. Q-дің квадратын Q-дің 4 дәрежесі, Q-дің 6 дәрежесін береді, тең болады 8 десек. Мынаны пока жазып қоя тұрайық. B1Q плюс B1Q-дің кубы тең минус 5. Мынаның кубын табатын болсақ, яғни B1 Q-дің 6 дәрежесінің кубын тапсақ, Q-дің квадраты қалады. 8 дегенім 2-ның кубы да. Так, ал мына жерде B1Q плюс B1Q-дің кубы тең минус 5. Яғни мынаны түсіндіңіздер ғой, мен 3 дәрежелі түбірдің астына алып, бірден есептеп жазып жібердім. Енді біріншісінен B1-ді тауып алайықшы, сонда ол 2 бөлінген Q квадрат болады, мына жерде. Так, и мына B1-дің орнына енді мынаны қоям. 2 бөлінген Q квадрат, көбейтілген Q, плюс B1-ның орнына тағы да 2 бөлінген Q квадрат, көбейтілген Q-дің кубы, тең минус 5 көбейтілген 2 бөлінген Q квадрат болады. Ойбай. Мына жерде B1 жоқ қой. Так, сонда мынаның біреуін 1 дәрежесімен мынау қысқарады, мынаумен мынаның 1 дәрежесі қысқарады, сонда менде қалды 2 бөлінген Q плюс 2, мына жерде Q қалды, и тең минус 5. Так, Q-ға көбейтіп жіберейік. Көбейтіп жіберсек, онда мына жерде Q мен Q қысқарады, мына жерде 2 қалады, мынау 2Q квадрат болады. Минус 5-ті шығарып жіберейік, плюс 5. Q-ға көбейтсең, Q болады, тең болады 0. Квадраттық теңдеу. Орын-орына қойып жазсақ, бірінші Q-дің квадратын жазайық, одан кейін 1 дәрежесін, одан кейін 2-ні тең 0 дейік. Дискриминант табамыз. Так, B квадрат минус 4-асы ол формула. 5-тің квадраты 25. Минус 4 көбейту 2, көбейту 2. Сонда 25-тен 16-ны алып тастасам 9 болады. Так, Q1-ді тапсақ, ол менде. Так, формула минус B, яғни плюс 5 болса, минус 5 қылып алам. Плюс түбірасты дискриминант, 9-ның түбірі 3 бірден жазайық. И 2 бөлінген көбейтілген A деген 2. Сонда минус 2 бөлінген 4, ол менде минус 2-ден 1-ді береді. Бұл Q1. Q2-ні тапсақ, минус 5, енді мынаны минус қылып алам. Минус 3 бөлі 4, сонда минус 8 бөлі 4, ол менде минус 2-ні береді. Менде 2Q шықты. 2Q болғаннан кейін менде 2 B1 шығады, и, соответственно, 2S шығады. B1 біріншісі мына формуламыз, мына жерде жаңа өрнектеп алып едік қой, соның орнына қоямыз. Біріншісі минус 2-ден 1-ді, минус 2-ден 1-дің квадраты. Ол 2 бөлінген 4-тен 1 болады, ол менде 8-ге тең. Так, B1 екіншісі 2 бөлінген минус 2-ның квадраты. Ол 2 бөлінген 4, ол менде 2-ден 1-ге тең болды. Енді мен S1-ді табайық. S1, B1-ді қоям 8, 1 минус 2-ден 1. Минус 2-ден 1. Сонда ол 8, мынау менде плюс қайналады. Минус пен минус плюсті береді 2-ден 1. Так, мынау менде 2 ортақ бөлім 2-ден берсем, 2-ге 1-ді қоссам 3, плюс 8. Ол деген 8 көбейтемін 3-тен 2 деген сөз қойна кері айналады. Сонда 16 бөлінген 3 болады. Бұл S1. S2. S2. Так, B2 менің мынау. 2-ден 1. 1 минус екінші Q минус 2-ге тең.
сонда 2-ден 1, 1 плюс 2. Ол дегенім 2-ден 1, көбейтемін 3-ден 1 деген сөз. Алттан 1 шығады. Мынаны енді достар түсініңіздер ғой, бұл қалай көбейтіліп кеткен. Мына енді 3 деген астына көбейтіледі, мынаған көбейтіледі, сонда ол алттан 1 болады.